Саламатсыңдар ма балалар? Математика сабағын бастаймыз. Ортақ тақырыбымыз жиын және логика элементтері. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жиын дегеніміз не? Сабағымыздың мақсаты жиын ұғымымен және элементтермен таныстыру. Әртүрлі заттарды жиынға біріктіру ұғымын қалыптастыру. Балалар, барлығымыз мына бейнероликке назар аударамыз. Үстелде ваза тұр. Ол бос. Оны кез келген жемістермен толтырайық. Ваза жемістермен толтырылды. Сандарды айтпағанда вазада қанша жеміс бар? Дұрыс, вазаның ішінде жеміс көп. Математикада ортақ белгісі бар және бірге жиналған заттардың немесе тірі тіршілік тобын жиын деп атайды. Жиын сөзі көп сөзінен шықты. Жиындар атаулары бар, олар қандай нәрселерге байланысты болады? Біздің вазада көп жемістер, демек көптеген жемістер. Вазадағы жемістер бұл алма, апельсиннан тұрады, және оның бәрі жемістер деп аталады. Жиындарға кіретін барлық заттар жиын элементтері деп аталады. Тапсырманы орындауға тырысайық. Көптеген киім элементтерін таңдаңыз. Қалған элементтерден тұратын жиынға атау беріңіз. Дұрыс, жиһаз. Енді көптеген элементтерді топтастырамыз. Жануарлар, өсімдіктер. Қымбатты балалар, енді сіздер көптеген сұраққа қалай жауап беру керектігін білесіздер. Көп бұл көптеген заттар. Бұл жалпы белгілермен біріктірілген осы жиын элементтері. Балалар, оқулығымыздың 108-109 бетін ашамыз. Бүгін сен жиын ұғымымен танысасың. Жиын элементтерін білетін боласың. Бүгінгі сабағымыздың тірек сөздері жиын элемент. Жиын ортақ белгісі бар заттар жиынтығы. Мысалы, алма, алмұрт, апельсин, жемістер жиыны. Жиынды құрайтын заттар элементтер деп аталады. Балалар, мына суретке қарайықшы. Бұл суретте кесе, бір құшақ гүл, шағала құсы, жылқы суреттер берілген. Енді осы суреттерден жиын құраймыз. Кесе, ыдыстар жиыны. Бір құшақ гүл, гүлдер жиыны. Шағала, құстар жиыны. Жылқы, жануарлар жиыны. Жарайсыңдар балалар. Балалар, енді оқулығымыздың келесі бетіне қараймыз. Мына элементтер қай жиынға жатады? Қане ойланамыз. Қарлығаш, құстар жиыны. Емен, ағаштар жиыны. Көбелек, бунақтенелер жиыны. Өрік, жемістер жиыны. Дұрыс айтасыңдар балалар. Балалар, шығарып көр есебіне қараймыз. Әр жиындағы артық элементті тап. Бірінші суретке қараймыз. Бунақтенелер жиындағы артық элемент. Екінші суретте жемістер жиындағы артық элемент. Үшінші суретте төртбұрыштар жиындағы артық элемент. Осы үш жиындағы артық элементтерін табамыз, балалар. Бунақтенелер жиындағы артық элемент балық. Жемістер жиындағы артық элемент жуа. Төртбұрыштар жиындағы артық элемент үшбұрыш. Жарайсыңдар балалар. Балалар, барлығымыз бірге ойлантап ойын ойнайық.
отбасының мүшелерін ата. Олар жиын құрай ала ма? Дұрыс айтасыңдар балалар. Отбасы мүшелері жиын құрай алады. Олар отбасы жиыны. Жарайсыңдар балалар. Дәптермен жұмыс. Жиындарды салыстырамыз дәптердегі. Олардың арасына тең немесе артық кем белгілерін қойып, есептерді шығарамыз балалар. Балалар, бүгінгі сабақтағы жиын ұғымымызды меңгергенімізді шығармашылық жұмыс арқылы тексеріп көрейікші. Шығармашылық жұмыс. Заттарды әртүрлі белгісі бойынша жиынға топтастыр. Көкөніс жиынына және жеміс жиынына қандай элементтер жатады? Қане балалар, табайықшы. Көкөніс жиынына сәбіз, қызанақ, тәтті бұрыш, қызыл бұрыш, картоп. Жеміс жиынына алма, банан, алмұрт, шабдалы, ананас. Жарайсыңдар балалар. Сендер дұрыс топтастырдыңдар деп сенемін. Балалар, назарларыңызға рахмет. Сау болыңдар балалар.